بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ويتبدل المجلس بالانتقال منه من المجلس بخطوات ثلاث في الصحراء والطريق ولو كان مسديا في الأصح. Енді мәжіліс аусат деп жатыр. Сол мәжілістің ішінде 3 қадам жүретін болса дейді. Ол мысалға сахара секілді дала, кең үлкен мысалы, кең алаңда жүрсе, немесе жолда жүрсе дейді. Оқыды, кейін жүрді 3 қадам. Сахарада немесе жолда, Тіпті ол мусадди болса да деп жатыр. Оның мәжілісі ауысқан болады дейді. Мусадди болса. Мусадди тәсдия дегеніміз не ол? Тәсдия дегеніміз жалпы мысалға кез келген матаны мата істеуді айтады да, тәсдия деп. Мысалға былай, бұрынғы заманда, мысалында кремін жасау үшін жерге битіп ағаштар қадап қоятын болған. Жерге немесе мынандай неге қабырғаға. Сөйтіп не істейді? Бірінші ненің, мысалға кремнің формасын құрайды да, битіп ары жүргізеді, бері жүргізеді, ары жүргізеді, бері жүргізеді. Соны тәсдия деп айтады да, үстіп шығарады. Былай, кейін былай, мысалғашы. Ол дәу ол мына үстіп осылай істеп жүрген болса да, не істеу керек деп жатыр? Оның болды уже мәжілісі ауысады деп жатыр да. Жақсы ма? Мәжілісі ауысады деп жатыр. Соны мусадди деп айтады, істеп жатқан адам. Тәсдия деген сол бағанағы әрекеттің өзі да. Биан қалай десе, биан язхаба ва биядихи сада. Сада деген бағана сол жібі да. Жібін ұстап жүреді. Бүйтіп, ана қалет, мына ағаш қалет, ана ағашқа сөйтіп екі жаққа жүріп жүреді. Ва юлқихи аля а'вадин мадрубатин фил хайд. Ол не бағанағы ағаштары не қабырғада қадалып тұрады, немесе жерде қадалып тұрады деп жатыр да. Ла аллази юдиру дулабан ва юсамма дауара. Ал бірақ сен жай ғана бүйтіп нені айналдырып тұрсаң, мынандай дулаб деген өзі айналдырып тұратын нәрсе ғой. Мысалға қандай болуы мүмкін ол? Тігін, мысалы, осындай тігін болуы мүмкін ғой. Айналып тұратын тігін да. Сондайды айналдырып тұрса, не деп айтады? Оның бір қазақша бір несі атауы бар, несі айналып тұратыны. Ла лази соны айналдырып тұрса дейді, сөйтіп айналдырып тігетін болса. Немесе айналдырып матаның бағанағы формасын шығаратын болса, пішімін. Ла лази юдиру дулабан юсамма дауара дейді. Юлқи алейхи ассада. Оған бағана жіпті тастап қояды дейді. Ол өзі отырады, немесе тұрады дейді, бірақ бір орында тұрады да ол. Сөйтіп істейтін болса, онда не деп жатыр? Онда ол мәжіліс ауыстырған болмайды деп жатыр да, бір орында тұрса. Дулап деген қысқасы айналатын нәрсе де. Соған бәрін жібін лақтырады, жібін іліп отырады арасында. Уайтабаддалу әл-мәжлису, мәжлис ауысады екен, бір бұтақтан келесі бір бұтаққа секіретін болса дейді ағаштың. Мысалы, дәу қара ағаш өсіп түрлеш, 2 бұтағы бар да. Мына бұтақтан ана бұтақ өтіп. Мына жақта 1 рет оқыдың, ана жаққа өтіп барып 1 рет оқысаң, 2 рет сәжде қыласың деп жатыр да. Мен хафи захира деп. Бұл негізгі мазхаб. Уахуа ас-сахи, және де осы дұрыс деп жатыр да. Кейбіреулер не деп айтқан жоқ, одан мәжіліс ауыспайды деген. Неге десе, себебі ол бір ағаш деп айтқан да бәрі. Ол әлсіз көзқарас. Ва ятабаддалу ал-мәжлису фи аумин ай сибахан фи нахрин. Шомылу, аум деген, яғни сибаха шомылу да. Теңіз біреу өзенде шомылса, немесе үлкен хауызда шомылып жүріп Құран оқитын болса, онда ол мәжілісті ауыстырды деген сөз да. Шомылып жүріп оқып жүрді. Ары өтеді, бері өтеді, ары өтеді, жүзіп жүрді, ары бері. Онда мәжіліс ауыстырған болады. Ва диясатин. Дияса дегеніміз кезінде ана не бидай жинап алады ғой. Бидай жинап алғаннан кейін оны қабыршығынан ашу керек та. Сол кезде малды алып келіп салатын болған. Немесе кейде адамдар қолымен, аяғымен басып жүреді бүйтіп. Сөйтіп ана не істейді? Дәнегін қабыршығынан бөліп алатын сөйтіп, езіп ше. Соны дияса деп айтады қысқасы. Көбінесе бұны малмен де істейтін болған оны. Ва диясатин. Ва даурин хаула ар-раха. Немесе диірменнің айналасын айналып жүрсе, сөйтіп Құран оқыса дейді. Немесе баған дияса жасап жүріп Құран оқыса деп айтады. Немесе диірменнің айналасын айналып жүріп Құран оқитын болса, бітті, мәжіліс ауысып жатыр деген сөзді. Лихтилаф әл-мәжлис, мәжіліс әртүрлі болғандығы үшін жеке-жеке не істеу керек, сәжде қылу керек дейді. Фил асах дұрысындағы дейді. Ярджия фил асах деген бүкіл мәселеге айтып жатыр дейді, төбедегі. Ярджиу иләл масаили куллиха дейді. Бүкіл мәселеге айтып жатыр. Вала ятабаддалу мәжлису ас-сама ва тилава би заваи ал-байт ас-сагир. Үй кішкентай ақ болса, онда 10 шынтаққа жетпесе де, кішкентай үй болып есептеледі де ол, онда 10 шынтақ. Кішкентай үйді қателеспесем ғибарат неде өттік қой. Кішкентай үйді қанша? 5-те
10-да 10 тақ деп өттіге, қателеспесем. Келген еді 10-да 10 тақ деп, кішкентай үй болады деп. Сондай кішкентай үй болса, онда ана бұрышта бір оқыды, мына бұрышта бір оқыды, зияны жоқ екен, кішкентай үйде. ولا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا المسجد. Мешітте сондай дейді. Мешіт тіпті үлкен болса да бола береді екен да. Мысалы, азғар мешітте болса үлкенді. Ана кіреберісінде оқып, одан кейін түбіне барып оқысаңды бір мәжіліс барлығы. Бұрыштарына зауиеде бұрышын айтады. Бұрыштарына әр мешіттің әр бұрышына барып оқысаң да деген мағына. ولا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا المسجد ولو كان كبيرا ولو كان المسجد كبيرا. لصحة الاقتداء مع اتساع الفضاء فيه. Тіпті ол жерде не үшін деп жатыр? Иқтида дұрыс деп жатыр да ол жерде. مع اتساع الفضاء فيه في المسجد. Тіпті ол жердегі бос кеңістік өте кең болса да дейді. Неге? Үй дұрыс та главный. Бәрі бір мәжіліс болып есептеледі да оны. Сонда қараңдар, үйді кішкентай деп қайт қалды да. Сонда үлкен үй болса, онда не ауыстырып мәжіліс ауысқан болады екен да. Мешіт болса, не ешқандай зиян жоқ екен, үлкен болса да. ولا يتبدل مجلس والتلاوة والسماع بسير سفينة. Кемеде кетіп баратсаң, жоқ, онымен мәжіліс самахта, мәжіліс тилауада өзгермейді екен. Бәрібір дейді. Бір мәжіліс болып есептеледі. Бірақ қана сәжде қыласың. Көлікке қияс етсе бола ма? Көлікке қияс етсе бола ма дейсің бе? Негізі болу керек шығар, Аллаху алам, болу керек шығар. Бірақ жануарда болмайды деп айтқан, намаз оқымаса. Жануарда болмайды деген да. Оны кішкене бір не бақсы қылып көрейік онша. Бірақ болу керек ол. Пойыз, самолет, автобус бір жерде отырып оқыса, іштен кетпеу керек. Бірақ айтқан жасау керек. Мәжіліс ауыспау керек. Соны иншалла бір нақтылап бір көрейік, кеңінен қарапшы, мәселен. Бірақ зохир сондай да. Енді қараңдар жігіттер. Кама лау канат, яғни as-сафинату вақифатан дейді. Сафина бір қозғалмай тұрса да, мысалы, сафина тоқтап тұрса дейді, оның ішінде оқи берсең болады ғой. Мысалға, онсыз да бірақ сәжде қыласың да, жүрмей тұрса. Жүрсе де сол деп отыр да. Себебі бұл жерде іс-әрекет, жүргізу іс-әрекет саған қатысы жоқ та оны. Кеме өзі жүреді. Самолет, пойыз, автобуста сондай болу керек та. Ал енді сен нені жануарды өзің жүргізесің да. Сондай нелері бар ол жақта, фарықтар бар да. İnşallah келесі дәрісте бір толыққанды қарап келем иншалла. ولا يتبدل بركعة تكررت فيها التلاوة اتفاقا. Енді сен мысалы екі ракат нәпіл намаз оқып тұрсың. Бірінші ракатта тилауат аятын, мысалы нәпіл намазда бірнеше рет қайталай берсе болады ғой. Бір аятты дұрыс па? Тилауат аятын қайта оқыдың да 4-5 мәрте бірақ рет сәжде жеткілікті екен. ولا يتبدل بركعتين. Сол секілді нәпіл намазын бірінші ракатын оқыдың да кейін қайта екінші ракатта қайта оқыдың сол аятты. Жоқ, бірақ рет сәжде қылады екенсің. Bir secde жеткілікті екен. ولا يتبدل بركعتين عند أبي يوسف خلافا لمحمد. وكذا الخلاف في الشفع الثاني من الفرض إذا كررها فيه дейді. Сол секілді мысалы 4 ракат парыз намаз болса, бірінші ракатты оқыдың, одан кейін барып үшіптен 4-ші ракатты тағы бір оқысаң, жоқ сонда да бір сәжде болып есептеледі екен да ол. Бір мәжіліс болып есептеледі барлығы. Одан мәжіліс ауысып кетпейді дейді. كذا الخلاف يعني بين أبي يوسف ومحمد. وبتكرارها في الشفع الثاني من سنة الظهر يسجد ثانيا يعني اتفاقا деген сөз жақсы ма? Итtifaqan деген сөз жақсы қосып қоясың да. Сол секілді біреу мысалы 5 намаздың бірінші ракатында тилауат аятын оқыса, сәжде қылады. 3-ші ракатында тилауат аятын оқыса, тағы сәжде қылады да. Жақсы ма? Себебі бұлар екеуі екі намаз секілді да. Ана парыз намаз бәрі бір намаз секілді. Түсіндіңдер ғой да? Сондықтан бұл жерде итtifaqan сәжде қылады екінші мәрте. Yasjudu thaniyan. ولا يتبدل بشرب شربة. Bir mәрте су ішсең, немесе 2 мәрте үзіп тамақ жесең, немесе 2 қадам аттасаң, кең далада. بخلاف الأكثر منها. Одан көп болса болмайды екен, мәжіліс ауысқан болады екен. ولا باتكاء. Ал бірақ бір жаныңмен сүйенсең, отырсаң, тұрсаң дейді, ешқандай жүрусіз дейді, сахрада, кең далада. Немесе дәл сол жерде отырып түссең дейді, Құран оқыған жеріңде. Көлікке отырдың, түстің. Немесе түстің, қайтып міндің де. Бір сәжде жеткілікті. Кама фил ханiyya. ولا يتبدل المجلس بسير دابته إذا كررها مصليا. Ал енді көрдіңдер ме? Ал енді жануардың үстіне кетіп баратып,
намаздың ішінде бір аятты бірнеше мәрте оқыса, оны бәрі бір мәжіліс болып есептеледі екен. Себебі намаз дұрыс болу үшін ана көліктің жүрісі бір мәжіліс қылынды дейді. Соны намаздың сыртында оқысаң, қанша рет оқыдың, сонша рет сәжде қыласың. Түсіндіңдер ме? Көлікте соны айтып жатыр да. ولا يتبدل المجلس بسير دابته إذا كرر آية السجدة مصليا لجعل المجلس متحدا ضرورة جواز الصلاة. Намаз барысында ғана бұл бір мәжіліс болып тұрды. ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه والحال أنه قد اتحد مجلس التالي. Енді сәмия мәжілісті ауыстыратын болса, сәмиққа уджуб қайталана береді екен, яғни сәжде жасай беру керек оған. Мысал былай да ол. Кім Мұстафа мына жерде отырып Құран оқып отыр. Ешкімге орын бермейді. Отыратын жер жоқ, аяғын созып қойған. Сөйтіп жақта кім келеді? Кім бар бізде? Кімді мысал келтірейік? Сардар келеді, қайта бір тыңдайды, кетеді. Бір тыңдады да кетіп қалды өз бөлмесіне. Қайтып келді, Мұстафа әлі оқып отыр. Тағы да бір тыңдап кетті. Сардар 2 рет жасайды, Мұстафа 1 рет жасайды. Мұстафаның мәжілісі ауысқан жоқ та, Сардардың мәжілісі қайта ауысты. Бірақ Мұстафа 1 аят оқып отыр, сол 1 аят қайталап жаттап отыр. Енді керісінше болсашы, Сардар бөлмесінде отыр, Мұстафа келеді, бөлмесіне келеді де 1 оқып кетеді. Айналып келеді де қайтып 1 оқып кетеді. Сардар 1 рет жасайды, Мұстафа 2 рет жасайды. Жақсы ма? Керісінше болса. Сардар жоқ қой, Сардар жоқ кезде мысал келтіре берейік Сардарды. ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه والحال أنه قد اتحد مجلس التالي. Бұл жерде Мұстафаның несі? Мәжлісі 1 болып тұрды. كان سمع تاليا بمكان فذهب السامع ثم عاد فسمعه يكررها. Мұстафа әлі қайталап отыр. تكرر على السامع السجود إجماعا ولا يتكرر الوجوب على السامع بعكسه дейді. Мәселе керісінше болса. وهو اتحاد مجلس السامع واختلاف مجلس التالي. Бағана айтқанымыздай. Мұстафа жүріп оқып жүрді ол. بأن تلا فذهب ثم عاد مكررا فسمعه الجالس أيضا أن تكفيه سجدة واحدة على الأصح لأن السبب في حقه السماع ولم يتبدل مجلسه. سامختың мәжілісі ауысқан жоқ. Мәселе түсінікті ғой, яғни жеңіл аударған жоқпын, жеңіл болғандық үшін. وكره تحريما. Шейх Тохтауи تحريما كما في النهر деп келтірген. أن يقرأ سورة. Сүрені оқиды да, бірақ сәжде аятын оқымайды. Минха, وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة منها من السورة لأنه يشبه الاستنكاف عنها عن السجدة. Ол бір сәжде қылмайтын адам секілді. Сәждеден бітіп алыстап тұрған, бастап тұрған адам секілді дейді. Оның көрінісі. ولا يكره عكسه. Ал керісінше болса لا يكره дейді. لا يكره عكسه. Ал тек қана сәжде аятын оқыса ол макрух емес дейді. وهو أن يفرد آية السجدة بالقراءة لأنه مبادرة إليها إلى السجدة. Ол сәждеге асығу дейді. ولكن ندب, бірақ мұстахаб болады дейді. Не нәрсе мұстахаб болады? Даму бір аят қосу немесе одан көп 2 аят қосу дейді. أو ضم أكثر من آية إليها أي إلى آية السجدة. Не үшін? لدفع وهم التفضيل. Бұл айтқанда сен оны сол аятты басқа аяттарына артық қою бір ой салуды қайтару үшін да. Олай онда қасына 1 аят қоссаң жақсы, мұстахаб деп жатыр да. Аяттаған аяттардың барлығы бірдей ғой. Бәрі Алланың сөзі ғой. وَنُدِبَ إِخْفَاؤُهَا. Бірақ қараңдар жігіттер. Мысалға сен аят жаттап отырсың да, сәжде аятын. Сен білесің, қасындағы адам дәретсіз, мысалға. Дайын емес та ол сәжде қыла салуға. Онда оның көзінше іштен оққаның жақсы екен, оған естіртпей. وَنُدِبَ إِخْفَاؤُهَا أي استحب المشايخ إخفاءها إخفاء آية السجدة عن غير متأهب لها للسجدة. Сәждеге дайын болмаған адам көзінше. Не үшін? Естуші адамға нетіп, мейірімдік қылып, إن لم يتهيأ لها للسجدة. Егер оған дайын болмаса дейді. وَنُدِبَ الْقِيَامُ لِمَنْ تَلَ جَالِسًا. Кімдегім отырып оқысаң, онда тұрып барып сәжде қылғаның мұстахаб екен. Отырып оқысаң. ثم السجود لها. روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها. وندب ألا يرفع السامع تلاوتها رأسه منها أي السجدة قبل رفع رأس تاليها. Мысалы, мына жерде 10 адам оқыдық та. Ішінде 1 адам оқыды мысалы. 10 адам 9-ы тыңдады, 1 адам оқыды. Сәжде қыламыз ғой осы жерде. Сәжде қылған кезде естіген адам мына сәжде аятын оқыған адамнан кейін басын көтергені жақсы деп жатыр да. Бірақ бұл иқтида емес.
Соны айтып отыр. Ва нудиба алла ярфа, басын көтермеген жақсы дейді, естіген адамға дейді. Тилауатты. Басын көтермеген жақсы дейді, сәждеден дейді. Қашанға дейін? Оқыған адам басын көтермейінше дейді сәждеден. Лианнахул асл дейді. Себебі сол асыл болып тұр да. Яғни сәжденің міндет болуындағы негізгі адам кім ол? Ол оқыған адам да. Лианна ат-талия да. Ал-аслу фи ижабиха фи ижаби ас-сажда фаютба, яғни ал-аслу фи адайха фи адай ас-сажда. Валайса хуа хақиқата иқтидаин. Мынаға мән беріңдер. Валайса хуа, мына асылсыз қойыңдар. Валайса хуа хақиқата иқтида да. Бұл иқтида емес ешқандай. Валайса, міне сондықтан дейді. Иқтида болмағандығы үшін айтып жатыр. Ла юъмару ат-тали бит-тақаддум. Тақаддум жасауға бұйырылмайды дейді. Тали, оқыған адам. Дұрыс па? Яғни алдыға тұр деп ше. Ва ла юъмару ас-самиъун бил-истифаф. Естіген адамдар сапқа тұрыңдар деп айтылмайды дейді. Фаясджудун, бәлкім дейді, қай жерде тұр, сол жерде имаммен бірге сәжде қылады дейді. Иә? Фаясджудуна ма'аху ма'a ат-тали хайсу кану. Ва кайфа кану. Қалай тұр солай дейді. قاله شيخ الإسلام. وشرط لصحة السجدة أن تكون شرائط الصلاة موجودة. نماز شرطlar болу керек дейді. Фиссаджид, сәжде қылушы адамда. Ол ат-тахара минал хадас вал хабас, иә? Бұлардан таза болу керек. Сатрул аура, әурет жерді жабу керек. Айтқан дәретті болу керек. Лас жерде болмау керек, таза жерде жасау керек. Әурет жер жабық болу керек, қыбла қарау керек. Және де қыбланы білмей жатса, қыбланы табуға әрекет жасау керек, ниет ету керек ән. Бұдан бәрі шарт. Бірақ тахримадан басқа дейді. Фала туштара, тахрима шарт емес деп жатыр. Не үшін? Лианна такбира суннатун фиха. Себебі ол жерде такбир ол сүннет, міндет емес. Ва фи татархани анил худжа ва юстахаббу литтали ау юссами иза лам юмкинху ас-суджуду ан яқул. Енді оқыған адам немесе естіген адам дәл қазір сәжде қылу мүмкіндігі болмаса, оған не деп айтқан жақсы екен? Сами'ана ва атa'на ғуфранака раббана ва илайкал масир деп айтқан жақсы екен. Интаха, яғни сумма яқдиха, одан кейін барып өтейді. Яғни сумма яқдиха, одан кейін барып не істейді, оны өтейді деп жатыр да. Яқдиха деген бұл жерде, яғни өтейді деген мағынада айтып жүр да. Себебі ол қаза болмайды да ол. Ва кайфиятуха, енді бұл сәжденің кейіпі қандай, суреті, бейнесі қандай десе, ан язджуда сәждатан вахидатан каинатан бейна такбиратайн. Такбирға сәждеге барасың, бас көтерумен бірге такбир айтасың да. Каинатан бейна такбиратайн, такбират лил вада деген лил хурур да, сәждеге бару үшін такбир айту. Ва такбират лил рафа, көтеру үшін сәжде айту да. Ва хума, бұл екі такбир сүннет деп жатыр. Каза қала фи мабсут фахри ислам, ат-такбиру лайса би ваджиб, ва саххахаху фил бадая. Bila raf'i yadin, qol көтермейді. Iz la tahrima laha, себебі бұлның тахрима жоқ қой дейді. Ва такбиру лил инхитат, ал бұл такбир не үшін болып жатыр? Инхитат, сәждеге бару үшін болып жатыр да. Иә? Қол көтермейді. Себебі бұл жерде тахрима жоқ деп жатыр да. Такбир ол инхитат үшін да, сәждеге бару үшін деп жатыр. Ва ла ташахудин, ташахуд жоқ, ли адами урудих, келмеген себебі ол. Ва ла таслим, сәлем жоқ. Неге? Себебі ол тахриманың алдын болуын талап етеді дейді. Вахия, ал енді тахрима болса жоқ, сондықтан сәлем бермейді деп жатыр. Ва тасбихуха мислу ас-салатия, намаздағы тасбих секілді дейді. Бұның тасбихы. Субхана раббиял а'ла саласан ва хуал асах. Бұны парыз намаздарда айтасың осылайна. Ва қала ал-камал янбағи ан юқала залика фи ғайри нафлиан. Бұл нәпілден басқа дейді. Нәпілден басқа жерде айтылу керек. Ва фи, ал енді нәпілде болса, яқулу ма ша'a мимма варад. Я пайғамбарымыздан келген дұғалардың бәрін айта берсе болады. Ка, мысалға, сажада ваджхи лиллази халақаху ва сауараху ва шаққа самағаху ва басараху бихаурихи ва қувати. Ау қаулихи, Аллахумма ктуб ли индака биха аджра, ва да анни биха визра, ва джалха ли индака зухра, ва тақаббалха минни, кама тақаббалтаха мин абдика Дауд. Ва ин кана харижа сала, алы намаз сыртында болсаң, қалағаныңды айта бересің. وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر. Қандай дұғалар келді сәждеде айтылатын бәрін айта берсе болады дейді. Мин залика. Фаслун сәждату аш-шукр. Шукр сәждесіне қатысты бөлім. Сәждату шукри макрухатун инда Аби Ханифата рахимахуллаху та'ала қалаху ал-Қудурию. Имам Абу Ханифада шукр сәждесі макрух екен. Яғни макрух тәнзиханды. وقال الكمال وعند أبي حنيفة وأبي يوسف
радияллаху анхума ма дуна ар-рак'ати лейса би курбатин шар'a. Шариғат тұрғысынан бір ракатқа жетпейтін нәрсе ол құлшылық емес дейді шариғат тұрғысынан. Илля фи махалли нас келген орында ғана құлшылық. Ол мысалға ва хуа суджуд ат-тилава дейді. Тилава сәждесі секілді дейді. Фала якуна суджуду фи гайрихи, сондықтан басқа жерде сәжде ол құлшылық емес дейді. Фала якуна суджуду фи гайрихи قربة انتهى. وعن محمد عن أبي حنيفة أنه كرهه ديد. ол кісі мәкрух деп білген дейді оны. Сәждет шукрды. وروي عن أبي حنيفة أنه قال لا أراه شيئا. еш нәрсе деп білмеймін деп айтқан екен. ثم قيل былай деп айтқан екен одан кейін إنه لم يريد به نفي شرعيتها قربة. ол кісі оның былай айтқанда оның құлшылық ретінде шариғатталғанын жоққа шығаруды мақсат етпеді дейді. Бәлкім оның міндет былай айтқанда уджубиха шукран. Бәл арада нафия уджубиха шукран. Былай айтқанда оның уәжіп болуы, уәжіп шүкірлігі оның былай айтқанда айтып жатыр. Бәл арада нафия уджубиха деген мағынасы, оның уәжіп екендігін қайтаруды мақсат етті дейді. Шүкірлік ету үшін. Шукран, не үшін шүкірлік ету үшін? Лиадами ихсай ниамиллахи тахсиб. Алла тағаланың нығметін санап біте алмаймыз да. Уәжіп болса әр қайсына сәжде қылу керек. Сондықтан бұл сәжде мубаха болды дейді. Шүкір сәждесі мубах болды дейді. Ау немесе ла яраха шукран тамма, немесе тек қана сәжде қылуды толық шүкір деп білмейді дейді. Бәлкім шүкірдің кемелі дейді, толығы дейді. Ол 2 ракат намазбен болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям фатх күні намаз оқығандай дейді. Кәда фи сиярил кабир. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салла салата духа рак'атайн хина бушшира бил фатх дейді. Ау би раси Аби Джахл, немесе Абу Джахлдың бас алынғанда дейді. Пайғамбарымыз 2 ракат духа намазды оққан дейді. وقال الأكثرون إنها ليست بقربة عنده عند الإمام بل هي مكروهة لا يثاب عليها деп айтқан. Макрух оған сауап алмайды деген. Сауапқа бөлінбейді деген. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد إذا رأى مبتلى فهو منسوخ дейді. Ол мансух қылынған дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям егер сыналған біреуді көретін болса, сынаққа ұшыраған адамды көретін болса, не істейтін болған? Сәждеге жығылатын болған, бұл мансух деп жатырды. Вақала, және сахибайн не деп айтқан? Ай Мухаммадун ва Аби Юсуф фи ихда риwayatayn анху ан Аби Ханифата хия ай саждату шукр qurbatun yusabu алейха деп айтылған екен. Имам Абу Ханифадан. Лима рава ас-ситтату илля Насаи ан Аби Бакра радияллаху анху أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا. Расында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям егер ол кісіге қандай бір қуанышты хабар келетін болса, ол кісі немесе сүйінші хабар келетін болса, не істейтін болған? Сәждеге жығылатын болған дейді. Ва хайатуха, сәжде шүкірінің көрінісі қандай десе, ән юкаббира мустақбилал қибла. Қыбла қарап тұрып тәкбір айтады. Сәжде қылады, мақтау айтады, шүкір етеді, тәсбих айтады, одан кейін басын көтереді дейді, тәкбір айтып. Не секілді? Сәжде тилауат секілді дейді. Мислу сәждати тилауа би шараити, соның шарттарымен. Көрдіңіз, баған шарттарын бәрін айттық. Дәретті болу керек, таза болу керек, қыбла қарау керек, ниет ету керек деген секілді. Фаидатун мухимма, маңызды бір пайда дейді. Ридафи кулли назилатин, жамандықты қайтаратын, пәлені қайтаратын дейді. Түскен, басқа түскен. Басқа түсетін немесе. Янбағия лихтимам битал, бұны үйретуге мән беру керек, көңіл бөлу керек деп жатыр. Қала аш-шейх ал-имам хафизул хақ вал милла вад дин Абдулла ибн Ахмад ибн Махмуд ан-Насафи фи китабихи al-Kafi шархи al-Wafi ман қараа ая ас-сажда куллаха, бүкіл аятын оқитын болса дейді. 14 аяттың барлығын оқитын болса, ва хия аллати қасатту жамаха, мен осыны мақсат еттім дейді, жинауды дейді. Лихазихи al-фаида, осы пайда үшін дейді. Ва тақрибил амри ма хукми ас-суджуд, ва тақрибил амри ма хукми ас-суджуд, бағанағы сәжден үкімімен бірге істі жақындату үшін деп жатырды. Раджаа фадлиллахи карим ал-вадуд, Алла тағаланың мейірімінен үміт етіп, кеңшілігінен үміт етіп, кімде-кім дейді енді айтып жатыр, бір мәжілісте оқыса дейді. Ва сажада би тилаватихи ли кулли аятин минха саждатин, және әр қайсына жеке-жеке сәжде қылса дейді. Алла тағала оның оған түскен, оның басына түскен
істе кепіл болады деп жатыр. Жеткілікті болады деп жатыр ол адамға. Мен әмри дүния ва ахирати. Дүниесіне қатысты, ақыретіне де қатысты дейді. ونقله عنه أيضا المحقق ابن الهمام وغيره من الشراح رحمهم الله تعالى. Жақсы, онда осы жерде дәрісімізді аяқтасақ, ахиру дауана анил хамдулиллахи rabbil аламин.